Ең бірінші біз Meetup Inventor сайтының өзіне кіретін боламыз. Google поиска Meetup Inventor'да енгіземіз. Кейін бірінші шыққан сайт appinventor.me.edu дегенді басамыз. Кейіннен Create Apps, яғни создавать приложение батырмасын басыңыздар. Ең алдымен өздеріңізге аккаунт создавать етіп аласыздар. Кейіннен оған YT кнопкасын басып кіре берсеңіздер де болады. Шыққан терезеден алдымен начать новый проект деген басасыздар. Осы жерге новый атауды бересіздер латын әріптермен. Орыстың әріптерін қабылдамайды. Бірінші жоба деп берсеңіздер болады, или өздеріңіздің қалаған аттарыңызды қойсаңыздар да болады. Кейіннен өздеріңіздің көріп тұрғандарыңыздай жаңа бет ашылатын болады. Біздің сол жағымызда палитралар, батырмалар бар. Бұл жерге палитраларға интерфейс пользователя, расположение, медиа, рисование и анимация, maps, сенсоры, общение, хранилище, каналы және де тағы басқалар жатады. Ортаңғы бөлікте бізде көру аймағы, яғни біздің негізгі жұмыс істеу аймағымыз орналасқан. Кейін кішкене оң жақта біздің қоятын компоненттердің тізімі орналасады. Асты жағында медиа, бұл жерге өздеріңіздің музыкаларыңызды немесе суреттерді енгізіп қоюыңызға мүмкіндік беріледі. Және де свойства бөлігі, бұл жерде әртүрлі өзіңіздің жасаған әрбір батырмаларыңызға немесе белгілі бір суреттеріңіздің аттарын, шрифттарын кез келген несін өзгертулеріңізге болады. Тіпті өздеріңізге әртүрлі түсті қойып қойсаңыздар да болады. Өздеріңізге қандай түс ұнайды, сол түсті таңдап қойсаңыздар болады. Енді біз жаңа жоба бастайтын боламыз. Ол үшін біз кнопка, яғни батырма бөлігін таңдаймыз. Бұл жерге бірден атын төменгі жақта текст деген жерден атын өзгертіп қойсаңыздар да болады. Бұл жерлерге қазақша немесе орыс тілінде жаза берсеңіздер де болады. Ол жерде шектеу жоқ, тек қана проектінің атауын ғана ағылшын әріптерімен берулеріңіз керек болады. Батырманың шрифтін өзгертсеңіздер болады, 20-ға қойып, немесе 30-ға қойсаңыздар болады. Кейін біз надпись бөлігін аламыз, онда әкеліп қойсаңыз болады. Бұл жерге надписке өзіміздің белгілі бір сөзді жазып қойсаңыздар болады. Сөз деп, немесе мүлдем өшіріп тастайсыздар, ол көрінбей тұрады әрине. Кейін телефонын ашқан кезде оның бәрі сіздерге наглядно көрініп тұрады. Размерін 40-қа қойын, үлкенірек болып көріну үшін. Кейін блоки бөлігіне өткеннен кейін біз өзіміздің кішігірім бағдарламамыздың сұлбасын құратын боламыз. Ең алдымен бұл жерде screen бөлігінен кнопка батырмасын аламыз. Және тағы да айтып кететін жай, осы жерде кнопка деген өзін переименовать деген кнопканы баса отырып, атын өзгертсеңіз болады. Батырма және надпись деген жерге шығатын сөздер қойсаңыздар болады. Және екеуі бірден көрінеді. Кейін қайтадан блоки бөлігін өтейік. Енді батырманы үстін басасыздар. Ең алдымен бұл жерде әртүрлі шешімдері бар. Бізге қазір керегі батырма, когда батырма, щелчок. Яғни батырманың үстінен бір басқан кезде, ол нені істейді, соны қазір көрсететін боламыз. И шығатын сөздің үстінен басайық. Шығатын сөздің үстінен біз деген присвоить, яғни
шығатын сөзді текстке присвоить етеміз, яғни бір сөз жазған кезде осы сөзіміз шығатындай етіп. Келесі встроенный бөлігінен біз текст негізгі бөлігіне өтеміз. Сол жерде ең алдымен текстовая строка бөлігін алатын боламыз и бір-біріне жабағаймыз. Егер де сіздер Scratch бағдарламасын өтсеңіздер, ол осыған ұқсас болып келеді. Және де осы жерге өзіміздің қалаған сөзімізді жазсақ болады. Белгілі адам дейік. Кейін енді біз подключиться батырмасын басамыз. Басқаннан кейін помощник AI кнопкасын басасыздар. И содан кейін өздеріңіздің смартфондарыңыздан Meet App Inventor бағдарламасын ашасыздар. Кейін Scan QR код дейді. QR кодты сканерлейсіздер. Белгілі бір уақытта алуы мүмкін. Интернет желісіне байланысты тұрғандарыңыздай. Белгілі бір уақыттың ішінде 100%-ға дейін толып, и сіздердің телефондарыңызды осылаймен бірден шығарып береді. Егер батырманы басасыздар, басқан кезде белгілі адам сөзі шықты. Егер де біз бірден белгілі адам сөзін ешқандай бағдарламаны өшірмей тұрып сөзді өзгертіп көрейік мүмкін. Бала сөзін енгіздім. Қайттан батырманы басайын. Көріп тұрғаныңыздай, сразу сөздің бәрі өзгеріп отырады. Кез келген бір әріптерді или сандар теріп қойсаңыздар да бірден бассаңыздар уже шығып отырады автоматты түрде. Бұған тағы да бір нәрсе қосайық. Қайттан кнопка батырмасын басамыз. Кнопка батырмасын басқаннан кейін біз мультимедиа, яғни медиа құрылғыларын қойсақ болады. Яғни проигрыватель қоямыз. Осы жерден источник, яғни қай жерден біз өзіміздің музыкамызды таңдаймыз, соны басасыздар. Загрузить, выбрать файл. Өздеріңіздің уже жүктеп қойған музыкаларыңызды енгізіп қойсаңыздар да болады. Открыть и окей. Белгілі бір 10 мегабайтқа дейінгі музыканы алып көріңіздер, яғни 1,5 минуттан аспайтын музыканы алып көріңіздер. Сол кезде дұрыс жасау керек. Егер 3 минуттық музыканы енгізсеңіздер, ол деген ұзақ уақыт алып кетеді. Бұл сайт оны жүктемеуі мүмкін, өйткені ол деген үлкен орын алып тұр деп предупреждение береді сіздерге. Жаздырылам дегенше. Белгілі бір уақыт аралығында ол уже жаздырылып бітті. Ендігі кнопка батырмасынан қайттан өтейік. Бұл жерге музыка қосу деп атын жазып қойып. Осы кнопка басқан кезде музыка қосылатын болады. Көріп тұраңыздай, сразу бағдарламаны өшірмей, деген бірден телефоннан әрбір өзгерісті бақылап отырмын. Және тағы бір батырманы қоямыз кнопканы. Ол жерге өшіру кнопкасы деп қойып атын. Онда шрифтін үлкейтейік, үлкенірек болып тұрсын. И осы жерден бірден аттарын шатаспау үшін кейін бағдарламаны жазған кезде сразу аттарын беріп кетуіміз керек. Біріншісі музыканы қосу, екіншісі оны өшіру. Кейіннен блоки бөлігіне қайттан өтеміз. Осы жерден музыканы қосу батырмасын басып, музыка қосу щелчок батырмасын басыңыздар. Кейіннен астынан проигрывательді басасыздар. И бұл жерге яғни музыканы шақыру біріктіресіздер. И ол бірінші күні музыканы қосу батырмасын басқаннан кейін ол өзінің жұмысын бастайды.
Сосын кейін екінші кнопканы алайық біз деген өшіру батырмасын. Оны шерткен кезде оны остановить, яғни или же остановить, полностью музыканы тыңдап тоқтатып тастауға немесе пауза батырмасын қоя тұрсаңыздар да болады. Міне қойдық. И көріп тұрғандарыңыздай батырмадан басқан кезде шай сөзі шықты, яғни бұл шай музыкасы. Музыканы қосу батырмасын басқаннан кейін музыканың өзі шығатын болады. Кейін өшіру батырмасын басса, ол паузаға қоя тұрады. Қайтта музыканы қосу батырмасын басқаннан кейін ол бірден сол тоқтаған музыканы ары қарай жалғастырып кете береді. Енді өзіміз жақсылап тұрып шай ішейік. Осымен жұмыс аяқталды.